жатқан бір балықты көреді. Түлкі балықты құйрығымен сипап тартып қарайды, бірақ қақпаннан шығара алмайды. Балық үлкенірек екен. Түлкінің құйрығының қуаты келмейді. Балықты алып жей алмай ызаланып, жолмен жортып келе жатса, түлкінің алдынан бір маймыл ұшырайды. Түлкі маймылды көріп, басын төмен салып, құйрығын бұлаңдатып, еркелеп, ыржыңдай күліп сәлем береді. Маймыл сәлемін алып, жол болсын түлкі би, бұрын мұндай құрмет қылмаушы едіңіз, енді қалайша құрмет қылдыңыз дейді. Күн бастағын дейді. Түлкі біраз жерге бастап келеді де, манағы қақпан мен балыққа жақындаған уақытта тоқтап тұра қалады. Маймылға қарап, әй патша, бір өтінішім бар. Менің қарным аш. Сіз бір дуа қылыңыз. Мен әумин десем, Құдай қабыл қылар. Аяққа қонады. Маймыл еке, мәнісі осылай болады. Аяғыңнан қан қақса да отыр, аузыңнан зар қақса да отыр. Тепкілесең кетпейтін темір баққылынды. Қақпанға сені патша қылдым. Қайыр хош, аман бол, патшалығың баянды болсын, деп жөнеле береді.